Саналы кітап оқуды бизнес әдебиеттен бастадым. Өзімнің кәсіпкерлік қасиеттерім жоқ екенін білемін. Бірақ сонда да сол кітаптар өзіме қызық болды. Кейін сол бизнесте қолданылатын жүйелерді жеке өмірге де енгізуге болатынын байқадым. Баршаңызға сәлем, мен атым Саят, мен сізге жеке дамуға, өміріңізді реттеуге және әдет қалыптастыруға көмектесемін. Бүгінгі видеода Kanban тақтасы арқылы кітап оқу жүйесін құрып, оны Notion'да қалай қолданатынын көрсетемін. Kanban тақтасы 1940 жылы Toyota компаниясында алғаш қолданыла бастады. Ол жерде өндірістегі процестің әр қадамы жазылып, әр тауардың қандай жағдайда екені көрсетіледі. Әр тауардың өз карточкасы болады. Осы кітап оқу жүйесі 3 статустан тұрады. Әр қайсысы тақтаның бір бағаны болады. Оқимын, оқып жатырмын және оқыдым. Бұл тақтада бірнеше заңдылықтарды ұстану керек. Бірінші, оқып жатырмын бағанында 4-тен артық кітап қоюға болмайды. Екінші, әр саладан тек бір кітап болу керек. Үшінші, карточкалар тек солдан оңға қарай жылжиды. Яғни, оқып бастаған кітапты міндетті түрде бітіру керек. Енді осыны іс жүзінде көрсету үшін Notion'ға өтейік. Notion'ның жаңа бетін ашамыз. Атын кітаптар деп қояйық. Иконка. Бұл жерде ең бірінші кітаптардың тізімін таблица сияқты құрып алайық. Ол үшін /table дейміз. Енді бұл жерде table inline деген таңдаймыз. Бірден мына жерде бетті толып қойсаңыздар болады. Ең бірінші кітаптың атын жазамыз. Мысалға Абай жолы. Абай жолы бірінші кітап. Одан кейін бірнеше тағы. Мына жерде properties деп аталады. Оны қоссақ болады. Ең біріншісі бізде аты оның тілі болсын. Қандай тілде оқимыз? Тілі қазақы. Мына жерде select деген property'дің түрі, select деген, демек біз әр кітапқа бір белгілі тілді таңдай аламыз. Екіншісі саласы болсын. Кітаптарды бірнеше салаға бөліп қарайтын боламыз. Бірден жазып қояйық. Ол рухани, мысалға ғылыми кітаптар болады. Көркем әдебиет және жеке даму. Мына жерде біз Абай жолы үшін көркем әдебиет таңдаймыз. Және үшіншісі статусы деп алайық. Қазір не үшін керек екенін білетін боласыздар. Оның да property type'ты select деп қоямыз. Бұл жерде 3 статус болуы мүмкін. Оқимын. Яғни осы статустар бізге Kanban тақтасына керек болады. Оқимын. Оқып жатырмын. Және оқыдым. Абай жолы бізде оқып жатырмын болсын. Енді тағы бір кітапты қосып көрсетейін. Мысалға Power of Habit деген кітап бар, ағылшынша. Әдеттің күші деген. Ол бізде тілі бірден таңдаймыз, ағылшын.
болмаса жаңа тіл өзіміз жасаймыз. Ағылшын тілі саласы ғылыми, ол жерде әдет қалыптастырудың ғылыми негіздермен жасайды, және де оны мен оқығым келеді, оқимын. Осылай көптеген кітаптарды қоса берсеңіз болады. Мен қазір Kanban тақтасын дұрыстап көрсету үшін бірнеше кітаптарды қосып тастайын. Міне кітаптардың тізімін жасап болдым. Бұл таблицаның атын кітаптар деп жазып қояйық. Өйткені бұл бізде беттің аты кітаптар деген, ал бұл таблицаның аты. Енді бағанадан бері айтып жатқан Kanban тақтамызды көру үшін біз бұл тақтаға басқа жағынан қарай аламыз. Ол үшін мына жерде view дейтін жерді басамыз. Ол демек бізге басқа жақтардан да осы таблицаға басқа жақтардан қарауға көмектеседі. Осыны басамыз, және де осы жерде board деген жерде, яғни тақта. Бірден осы жерде жазып тұрмын. Kanban board, great for project planning and bug tracking. Осыны басамыз. Create. Бұл тақта бізге көріп тұрғандарыңыздай қазақ, ағылшын және орыс тілдері бойынша кітаптарымызды бөліп берді. Ал бізге ең бірінші қандай статуста екенін білу керек. Ол үшін біз оң жақ үстіндегі 3 нүктеге басып group by дегенді басамыз. Және де бізде көптеген таңдайтын нәрселер болды ғой, соларды көрсетіп тұрады. Біз бұл жерде статус деген таңдаймыз. Міне, оқимын, оқып жатырмын және оқыдым. Осылай бізге бөліп көрсетіп береді. Мына жерде статусы жоқ кітаптар болып қалса, мысалға бір кітапты мына жерге келейік. Осы таблица түрінде бір кітапты есіңізге түсті, немесе бір жерден оқыдыңыз, осы жерге жаздыңыз. Бір кітап, қандай да бір кітап, оның бір қандай статусы болмаса, осы Kanban тақтасына қараған кезде бұл жерде бізде статус жоқ екенін көрсетіп тұрады. Бұл Kanban тақтасының пайдасы карточкаларды осылай жылжытып отырсаңыз болады. Мысалға мен мынау духовный интеллект деген кітапты оқиын деп жатсам, осы жерге жылжытамын. Және біз айтқанымыздай, осы оқып жатырмын бағанында 4 кітаптың көп болуға болмайды, және де бір саладан 2 кітап болуына болмайды. Қарайым, мысалға рухани салада менде оқып жатқан осы әр күн Нәсімде кітабы бар. Сол үшін мен духовный интеллектті әзірге бұл жерге қоспаймын. Бірден артқа апарып қоямын, оқимынға. Байқағандарыңыздай, әр карточкада оның аты, саласы және статусы көрсетіліп тұр. Ал біз тілінде көрсеткен болатынбыз. Тілі шықпай тұр. Ол үшін тағы да 3 нүктеге басамыз. Properties'қа басамыз. Және де мына жерде тілі көшіріліп тұр. Тілін қосамыз және статусын өшіріп қоямыз. Өйткені бізде статусы уже мына үстінде көрсетіліп тұр. Міне осылай қараймыз. Қазір оқып жатырмын мысалға. Қазақша бір кітап, рухани дейтін. Одан кейін президент деген жеке даму бойынша орысша кітап, және Абай жолы көркем әдебиет бойынша қазақша бір кітап оқып жатырмын да, мысалға. Осылай әртүрлі анализдер жүргізе берсеңіз болады. Мысалға, қазақша кітап көп оқып кеткен жоқпын ба, немесе бір саладан көп кітап оқып кетсеңіз де, өз-өзіңізге араластырып тұру үшін әртүрлі саладан оқып тұрғаныңыз жақсы. Және де бұл жерде new деп жаңа кітаптарды қоса берсеңіз болады.
және де қарасаңыз рухани кітап бар, жеке даму бойынша бар, көркем әдебиет бар, бірақ ғылыми кітап жоқ. Сол үшін мына ғылыми кітапты осы оқып жатырмынға қосып оқып бастасаңыз болады. Одан кейін айтылғандай оқып жатырмын бағанында тек қана 4 кітап болу керек. Мына жерде бірден санын көрсетіп тұрады. Кейін оқып болған кітаптарыңызды оқыдым бағанына жазасыз. Осылай бүкіл кітап оқу жүйесін, бүкіл кітап оқу процесін бір тақтада бақылап отырсаңыз болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер ұнаса лайк қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Егер сізге жеке даму, тәртіп, әдет қалыптастыру тақырыптары қызықты болса, арнаға жазылып, қоңырауды басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Келесі видеоларда кездескенше.